Ол расымен сондай жеңіл жұмыс па? Сюжеттен көрейік. Ұзын бой, қыпша бел, әдемі жүріс. Бұл модель болғысы келетін кез келген адамға қойлар талап. Ал осындай сыннан сүрінбей өту үшін сән әлемі сұлуларының көп кер төгетінін бірі білсе, бірі біле бермейді. Сырт көзге оп-оңай көрінетін бұл кәсіптің қиыншылығы жетіп артылады екен. Жалпыға белгілі модельдерге қойылатын талап әлі өзгерген жоқ. Бойжеткендердің бойы 1,75, 1,80, салмағы 45-54 келі аралығында болуы шарт. Тек қана тік әрі әдемі жүріп үйренудің өзі біраз уақыт алады. Бізде бой түзеп байқап көрген едік, қолымыздан келе қоймады. Алайда осы іске ден қойғандар міндетті түрде нәтиже шығаратыны белгілі. Мысалы, Дана 2,5 жылдан бері модель болып жұмыс істеп жүр. Бастапқыда бұл салаға өзіне сенімділікті арттыру үшін келген. Көбінесе қиыншылық моральдық тұрғыда десек болады, өйткені ол уақытты көп күту керек. Мысалы, показ болса, біз таңертеңнен кешке дейін көп уақыт алады. Мысалы, моральдық тұрғыда дайындалу дегенде сияқты, биік көкшеде мысалы көп тұруда ол да енді дайындық керек, өйткені ол енді оңай нәрсе емес. Сондықтан қиыншылықтары әрбір салада өзінің қиындықтары болады деп ойлаймын. Модель болудағы тағы бір қиындық жалақының тұрақсыздығы. Яғни Қазақстанда бұл сала мамандық ретінде әлі қабылдана қоймаған. Сондықтан модельдердің көпшілігі мұнымен хобби ретінде айналысады. Төленетін ақы көрсететін қызметке байланысты. Мысалы, модель көрсетілімде өнім жарнамалайтын болса, берілетін ақы 30-40 мың теңге. Ал подиумға шығып, толық көрсетілімге қатысса, шамамен 150-150 мың теңге төленеді. Ең бірінші, біздің Қазақстанда енді Европадағыдай өте қатты дамымаған модельдік бизнес. Сол себепті бізде модельдерді айлыққа қоя алмайсың. Ең қыздар келген кезде біз оларға түсіндіріп айтамыз. Модель болып жұмыс істеу ол жалпы основной жұмыс емес. Қолдары бос кезде келіп жұмыс істеп, 2 сағат жұмыс істеп, сол жұмыс істеген уақытына ақшасын алып кетеді. Модель болғысы келетін жанның мінез құлқы мен табиғи сұлулығына да мән беріледі. Егер жасандылыққа ерік беріп, модель болуды ойласаңыз, алысқа бармайтыныңыз анық. Сондай-ақ табысты модель болу үшін көптің көзайымы болып, танымалдығыңыз артқанша жұмыс істеуге тура келеді. Маржан Нүсіпбек, Дастан Әлішев, арнайы Қайырлы таң үшін.